1901 жылы сүңгуірлер тобы грек аралдарының бірі Антикитера жағалауынан қызықты бір нәрселерді тапқан болатын. Бұл кішкентай арал Эгей теңізінде орналасқан. Бұл жерден табылған артефакттар абсолютті түрде біздің оқулықтағы білімдерімізді жоққа шығаруы мүмкін. Сүңгуірлер тобы біздің заманымызға дейінгі 85 жылға жататын кемені тапқан болатын. Кеме ішінен көне Рим ақшалары, ыдыстары және тағы да басқалары табылды. Бірақ табылып жатқан мүсін, тиын, ыдыстардан басқа ғалымдарды ағаш қораптың ішінен табылған зат таңғалдырды. Бұл кішкентай ғана механизмге ұқсас нәрсе болатын. Аралдың құрметіне кейін Антикитера механизмі деп аталып кетті. Механизм деген нәрсе өздеріңіз білетіндей 15 ғасырдан бері ғана қолданылып келе жатыр. Бірақ жай ғана механизм болса жақсы ғой, ал бұл механизм тарихтағы алғашқы компьютер болуы да мүмкін. Бұл механизм Сатурн, Юпитер, Марс, күн және айдың қай жақта екенін дәл анықтай алған. Көбейту бөлу операцияларын орындай алған. Қазіргі навигатор сияқты қызмет көрсете алатын болған. Қай кезде ай тұтылатынын да біліп, қазіргі сағаттың орнын ауыстыра алған. Бұндай болжамға бірнеше елдердің ғалымдары, инженерлері және астрономдар бас қосқан кеңес тоқталды. Рентгендік сәулелендіру арқылы ішіне үңіліп, құрылғының әрбір деталін сараптаған болатын. Бұл күрделі механизмнің ең үлкен дөңгелегі 47 тістен тұрады. Одан басқа бірнеше дөңгелектер бар. Егер ғалымдардың болжамы расталса, бұдан не көре аласыз? Бұл ең алғашқы компьютер. Мынау Антикитера механизмінің қалай жұмыс істейтінін көрсететін диаграмма. Көптеген беріліс қораптары күрделі орналасқан. Функциялармен алатын болсақ, бұл бұрынғы заманда да механизмді түсінген адамдар, ең маңыздысы жердің шар тәріздес екенін білгендер болғанын анықтай аламыз. Зерттеулер бойынша бұл механизмнің біздің заманымызға дейінгі 100 жылға жататынын білеміз. Бірақ механизм функциялары оның жаңа дәуірдің заты сияқты көрсетеді. Мүмкін шынымен де көне Грекияда гений өмір сүрген болар. Мамандар механизмді кім жасауы мүмкін деген сұраққа Поседонияны нұсқайды. Ол Родос аралында дүниеге келген астроном, оған қоса атақты Цицеронның ұстазы болған. Тіпті Цицеронда өзінің трактаттарының бірінде осыған ұқсас құрылғы туралы айтып өткен. Мүмкін кім білсін, жазып кеткен құрылғысы осы бір Антикитера механизм болар. Басқа нұсқалар бойынша бұл калькуляторды дүниеге әкелген грек астрономы Гиппарх деп айтылып жүр. Анық қанығын әлі күнге дейін ешкім білмейді. Зерттей келе ғалымдар Антикитера механизмін қайта құрастырып көрмек болады. Қайта құрастырылып шыққан механизмді экраннан көре аласыздар. Күрделі функциялар, өте көп тілшілер мен тістер. Дәл қазір механизм Грек ұлттық музейінде сақтаулы тұр. Күрделі механизмді мүмкін шынымен де өзге ғаламшарлық жасап кеткен шығар. Бірақ бұлай асықпаңыз. Антикитера механизмінен басқа да біртүрлі археологиялық табыстар жиі кездесіп жатады. Біз алдыңғы бір видеоларымызда кәдімгі батарея сияқты жұмыс жасайтын бағдаттық батарея туралы айтқан болатынбыз. Тағы да бір сондай түсініксіз нәрсе 20 ғасырда табылған болатын. Кітап түсініксіз тілде бейне бір алхимиктердің құпия кітабы сияқты жазылған. Зерттеген Войнич құрметіне Войнич манускрипті деп аталып кеткен. Егер видеода 1499 лайк жиналса, осы бір құпия кітап туралы айтып кететін болам. Ал біздің видео соңына жетті. Соңына дейін қарағандар үшін ерекше құрмет білдіреміз. Сіздің жазған пікіріңіз дәл осылай шықсын десеңіз, антикитералық механизм туралы өз ойыңызды жазып кетіңіз. Арнаға тіркеліп достарыңызға осы видеоны көрсетіңіз. Олар да біліп жүрсін.